Баршаңызға сәлем. Бүгін екі түрлі мохито жасаймыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Кафе ресторандардан кем емес мохито жасаймыз. Лимонды дәндерінен ажыратып аламыз. Теңдей бөлікке бөліп кувшинімізге саламыз. Апельсинімізді де дәл солай теңдей ортасынан бөліп кувшинға саламыз. Жалбызымызды да, яғни мятаны да алып теңдей бөлікке бөліп саламыз. Мұзымызды да дәл солай. Мен барбаде сиропын қолдандым. Көз мөлшермен құйдым. Сіздер 3 немесе 4 қасық салсаңыздар болады. Сарағашымызды құямыз. Сіздер сарағашпен немесе спрайтпен жасасаңыздар болады. Мен екеуін де қолданамын. Сиропымыз әбден ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстінен спрайтымызды құямыз. Мохитомыз дайын болды. Сезон талғамайтын мохитоны менімен бірге жасап, мені қолдап жүріңіздер. YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып қойыңыздар.